Розаларға арналған сумканы жинайық. Тапочка, носкимен, влажный салфетка, бумажный салфетка, брэдкиге арналған трусик и пеленка одноразовый, мата пеленка 2 штук и үлкендерге арналған пеленка екен бұл, туалетное покрытие. И баланың киімдері туылғанда кигізетін сарапки, носки, 2 штук подгузник. Және мынау әдемі розовый киім. Ит көйлек деп айтса да болады. Кішкентай әдемі осымен Розалдың киімдері таусылды. Салып қойайын. Енді после родовое отделениенің сумкасын ашамыз. Баланың пледі. Баға әдемі әпкемнен алдым оны. И мынау үлкендерге арналған подгузник, бумажный салфетка и баланың подгузнигі. Бұл үлкендерге арналған подкладка и бутылка. Әдемі маған ұнады. Күшті екен. И ол ішті қатырмайды деймін, сондай. Бұл жерге ішкендерін сап қойдым. Көкірекке арналған сүтті ағызбайтын, ал мынау сабын қол жуауға арналған. Бұл жерге двойкам сап қойдым. И көкірекке арналған мазь бурелан деген. Мынау 4 штук мата жайлық. Көп емес пе? Көреміз. Бұл енемнен абайға алып алдым. Вдруг салқын болып кетсе киемін деп. Мынау баланың киімдері 2 штук носки алдым. Сарапки біреу. 3 чепчик алдым. И мынау тройка киімі. Әдемі аппақ күшті екен. Мынау сары цветте. Шабдалы цветте менің абайкаммен подсветиген соған қуаныштым. А онда 3-ші пар киімі. Бұл пеленкалар одноразовый. Осымен киімдер после родовое отделение аяқталды. Сақойын, ал мынау выпискаға арналған алып шығатын киім. Қалың, оны әпкемнен алдым. Қалпақ. Мынау выпискаға арналған киім. Мына жерде қызым жақсы көріп кеттім. Соным деп. Ал мынау артық заттар. Үйге тастап кетем бұларды. Осындай шомылдырғанда айна тарақ. Көкірекке арналған носки, артық заттар олар. Осы 2 сумка выпискаға арналған, анау-мынау барлығы барады. Мына чекті көрсеңдер болады, Астанадағы бағалар осындай екен. 61 мың шықты вообще. Ал давайте мен аман-есен болсам алайын, жақсы.